Армысыздар ағайын. Мен бүгін сіздерге АФМ тергеушілері Тұрмағамбетов, Дөмін және прокуратура баламды 1 жылдан астам уақыт емделуге, ем алуға, ауруханаға жатқызуға рұқсат бермеген туралы айтқым келеді. Баламды ауруханаға жатқызу үшін мен тергеу органдары мен медицина ұйымдарының есігін қағып жүргеніме 1 жыл уақыт кетті. 1 жылдан астам уақыт кетті. Баламды ауруханаға тек қана 24 жылдың желтоқсан айында 1 аптаға ғана жатқызды. Ем алуына қарамастан прокурорлар балама қысым көрсетіп, сотқа қатысуға талап етті. Мен не істеуім керек сонда? Мен баламның палатасының алдында балам толық емін алсыншы деп күзетші болып отыруға тура келді. Сотталушыларды, күдіктерді Қазақстан Республикасының азаматтары ғой. Олар өмір сүруге, ем алуға құқығы бар ғой. Бірақ қандай да бір белгісіз себептермен прокуратура ұлымды сол құқықтарынан айырды.